Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 20 минутте қалай KFC дайындау керектігін үйренетін боламыз. Ең алдымен дайын чипсиларымызды осындай блендердің көмегімен майдалап аламыз. Осындай чипс түрін пайдаландым. Ең бірінші куриное филемізге тұз қосып аламыз, және де сладкая паприканы қоссаңыздар болады. Менде чипсым сладкая паприкамен болғандықтан мен тек қана тұз қостым. Одан соң жақсылап араластырамыз. Дайын болған куриное филелерімізді ең алдымен ұнға осылай қосып барлығын бірдей болғанша, барлық жеріне тигенше жақсылап ұнды араластырып аламыз. Ұннан алып жұмыртқаға саламыз. Менде бұл жерде 2 жұмыртқа. Одан соң жаңағы дайындап майдалап алған чипсімізге саламыз. Барлығын осылай салып болған соң, қысып тұрған духовкамызде 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей көргендеріңізде біздің үй жағдайында KFC-міз дайын. Өте жұмсақ және өте дәмді болып шығады. Егер сіздерге видео ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.